Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін өте дәмді торт жасайтын боламыз. Алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға шағып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай көпіргенше араластыруымыз қажет. Сонан соң сгущенка құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң дайын ұнға разрыхительді араластырып алдымен дайындап аламыз. Сонан соң ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз тым қатты болмауы қажет. Қолымызға жабыспайтын, жұмыс жасауға ыңғайлы етіп жасауымыз қажет. Айналасын жиыстырып, қолымызбенен түсіріп, жақсылап қамыр жасаймыз. Бұл қамырды холодильникте демалдырудың қажеті жоқ. Осы күйінде 1-ден 8 бөлікке бөліп, корждарымызды дайындасақ болады. Менде 8 бөлік шықты. Осы әр бөлікті алдымен дөңгелектеп аламыз осылай. Сонан соң шетінен бір-бірден жаза отырып, корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Кішкене ұн сеуіп, оқтауменен жазамыз. Диаметрі шамамен 21-22 см қылсақ болады. Мен блиницаға пісірген болатынмын. Алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Май ештеңе құймаймыз. Антипригарный болса тіптен жақсы. Сондай табада пісіретін боламыз. Барлық корждарды бірінен соң бірін осылай екі бетін қызарта отырып, пісіріп дайындап алатын боламыз. Осымен корждарым дайын. Айналасын қиып, 1 сантиметрде дайындап қойдым. Енді қалған айналасындағы корждардан ұнтақ бетіне жабыстыруға жасайтын болам, пайдаланатын болам. Әсемдеуге қолыммен үгіттім. Креміне мен 700 грамм қаймақ және 180 граммдай сгущенка пайдаландым. Егер де сіздерге дәмі тәттірек болмай жатса, шекер қоссаңыздар болады, қалауыңызша барлығы. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Алдымен шаншқының көмегімен барлық корждарды осылай тесіп дайындап алатын боламыз. Сонан соң 2 ас қасықтан әрқайсысының ортасына осылай кремді жаға сала отырып, жағып дайындайтын боламыз. Видеодағыдай алып, айналасына кремді жаға отырып, сонан соң ұнтақты істеп шықтым жанына. Жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай да уақыт алмайды, жасалуы өте тез. Және де тойымды торт болып шықты. Бетін қалауыңызша әсемдейсіз. Жеміс-жидектер болса тіптен әдемі болып елеседі негізінде. Менде болмаған соң тек осылай ғана жан-жағына сеуіп қойдым өзінің осы ұнтақтарын. Дайын болған тортты 4-5 сағатқа крема сіңгенше қойып алатын боламыз. Мен түнде жасаған болатынмын. Менің тортым холодильникте 6-7 сағаттай тұрды. Жақсы крема сіңген, өте дәмді болып шықты. Өте тойымды торт болып шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ешқандай
жасалуы бір жарты сағаттай ғана уақыт алды. Бірақ түрі енді өте аппетитный болып көрінеді. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнамнан алыстамаңыздар, алда әлі де күшті рецепттер болады. Сіздермен болған менің райым. Сау болыңыздар.